Ғабиден Мұстафин, көркем сөздің хас шебері, Қазақстанның халық жазушысы, қоғам қайраткері Ғабиден Мұстафиннің 120 жылдығына арналған бейне әңгіме. Ғабиден Мұстафин Қарағанды облысының қазіргі Теміртау қаласына жақын жердегі Жауыртау Нұра өзені бойындағы Сартөбе деген жерде 1902 жылы қараша айында туған. Ол арғын тайпасы Қуандық руы Мұрат бөлімінен шыққан. Ауыл молдасынан ескіше сауат ашып, 14 жасында Спасск зауытының табелшісінен 1 жыл орысша оқиды. Сондағы 5 жылдық орыс-қазақ мектебін бітіреді. 20 жылдардан бастап ауылдағы кеңес жұмыстарына араласады. 1925 жылдан білімін көтеру мақсатында Қызылордаға келіп оқуға түсе алмай, өлкелік сотта іс қағаздарды тергеуші болып істейді. Алғашқы әңгімесі Сәрсен мен Боқаш Жыл құсы журналында жарияланды. Тұңғыш әңгімелер жинағы Ер шойын деген атпен басылып шықты. 1930 жылы көктемде Қарағандыға ауысып, 3 жыл қара жұмыс істейді. Слесарь, токарь мамандығын меңгереді. Жазушы Ғабиден Мұстафин өз шығармашылық жолында әлем әдебиетін тарихи даңғыл жолын жүріп өтті. Ол 1938-40 жылдары Қарағанды пролетариаты, қазіргі Орталық Қазақстан газетінің жауапты хатшысы, Новосібірде шыққан Қызыл ту газетінің әдебиет майданы журналының әдеби қызметкерінің редакторы болды. Жазушының қомақты туындысы Шығанақ романы 1945 жылы ең алғаш рет басылып шықты. Бұл нақтылы өмір кешкен, кезінде тар өсіруден бірнеше рет дүниежүзілік рекорд жасаған диқан ата Шығанақ Берсиев өміріне негізделген шығарма. Ғабиден Мұстафин шығармашылықпен қатар қоғамдық саяси өмірге белсене араласты. Қазақстан коммунистік партиясы орталық комитетінің мүшесі, 6-шы сайланған КСРО жоғары кеңесінің депутаты, 4-ші, 5-ші, 8-ші, 10-ші Қазақ КСР жоғары кеңесінің депутаты болды. 2 рет Ленин орденімен, 2-ші дәрежелі Отан соғысы және Қызыл ту орденімен марапатталды. Қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов Мұстафин жайлы естелігінде: өзің таңдап алған материалды сүю ғана емес, барлық шетін, нәзік жайларына шейін түгелімен қиялдап та іштен кешіру шарт. Тірлікке терең шомып, ой ырғын терең көмпіздену қажет деп айтып кеткен. Келесі бейне суреттер Ғабиден Мұстафин мен Жайық Бектұровтың кездесуінен сыр шертеді. Бейне әңгімеде Жайық Бектұров атындағы жасөспірімдер кітапханасы, сирек кітаптар мен қолжазбалар және музей жәдігерлері секторының қоржындағы кітаптарды назарларыңызға ұсынамыз.
Жазушы Жайық Бектұров Ғабиден Мұстафин жайлы Орталық Қазақстан газетінде Ғабиден халық қалаулысы атты мақала жазады. Мақалада Ғабиден өзінің тамаша көркем туындылары, адамгершілік қасиеті, қоғамдық еңбегі арқылы халықтың шын сүйіспеншілігіне, зор құрметіне бөленген даңқты жазушы деп, қаламгердің биік мәртебесін, озық туындыларының өзектілігін сипаттайды. Қорытындылай келе, Ғабиден Мұстафиннің «Мен әрдайым бүгінгі, шамам келгенше ертеңгіні жаздым. Жазушы алдымен өз дәуірінің жаршысы. Мен өзімнің бойымдағы бүкіл дарыным мен күш-қуатымды халық мүддесіне қалтықсыз, алаңсыз бағыштаған жазушымын. Менің творчествомның өзегі, арқауы, негізі жаңа заман, жаңа адам» деген сөзмен аяқтағымыз келеді.